Ойын күлкі витамин арасында аспирин, көп күлген бір жылайды дейді. Енді күлкі жайлы айтатын болсақ, күлкі енді адамның өмірін ұзартады деген бір пікірлер бар ғой. Ал күн сайын бір құшақ қабылдау деген дәрігердің тағайындауына қалай қарайсыз? Тек бұл туралы ойланып көріңізші. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге бақытты жүрек бағдарламасы. Қош келдіңіздер. Әрине, біз қуанышты, бақытты болуға құқығымыз бар. Кітапта бізге мынандай сөздер айтылған. Өз уақыты бар әр нәрсені. Осы дүниеде істелетін әр істің мезгілі бар өзінің. Өз мезгілдері бар. Тас лақтырудың әрі олардың жинаудың. Құшақтасудың әрі содан жалтыраудың. Бүгін сіздермен бірге өтетін ой қуанышқа арналған дәрі. Лос-Анджелестегі Калифорниялық университетінің медициналық орталығының ауырсынуды бақылауды зерттеу орталығының директоры доктор Дэвид Берестердің зерттеулері бұл дәрі шынымен де жұмыс істейді деп мәлімдейді. Көптеген мәліметтерде отбасы мүшелері мен достарын құшақтау әдеті жиі кездеседі. Басқаларында тек сәбилер мен кішкентай балаларды құшақтау әдетке айналған. Мысалы, мен өзім достарыммен кездескен кезде қолмен қол алсамыз, әрине екінші қолмен оның арқасынан құшақтап қағам, менің де досым арқамның қағады. Бір-бірімізді қысып, мықтылап тұрып, солай бір-бірімізді сағынғанымызды білдіреміз. Әрине тек қана менде де бұндай ойламаймын. Әрқайсымыздың осындай қарым-қатынастарымыз бар деп ойлаймын, көптеген көрмеген кезде. Әйел кісілер бір-бірін қатты құшақтап, әрине беттерін сүйеді. Ер адамдар жай қолдарын қысып, бір-бірін құшақтайды. Бір-бірін сыйлаған, сағынғанын білдіреді. Бірақ сенімді түрде айтуға болады. Денсаулықты сақтау үшін бізге күніне кем дегенде бір құшақ қажет. Медициналық зерттеулер көрсеткенде, құшақтау бізге ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Бұл әртүрлі аурулардың, соның ішінде депрессия мен ересектердегі жоғары қан қысымының қаупін азайтады. Бұл қарапайым дәрі. Ұйықтататын таблеткаларды қолданбай ұйқыны жақсартуға көмектеседі. Ол сондай-ақ отбасыдағы қарым-қатынасты жақсартады және жанжалдарды азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, қандағы гемоглобин деңгейі физикалық байланыста күрт жоғарылайды. Бұл кезде өкпеден оттегі қанға көбірек түседі, ол оны бүкіл денеде таратады. Әрине, адамдар жиі мұнайып көңіл күй болмаған кезде, әсіресе адам жылаған кезде, әйел кісілер. Және де біреу енді поддержка берген кезде, құшақтаған кезде, адам кішкене одан бекер өкіріп жылайды да, бірақ кейін тоқтайды. Адамның құшағын сездіп, кішкене тоқтайды. Енді біздің сондай физиологиямыз, сондай енді. Мүмкін әрқайсымызға қажет болған жағдайда күн сайын құшақтасуға нұсқау беретін рецепт қажет шығар. Баланың, досының, ағасының, әпкесінің, сіңлісінің, туысының, ата-анасының, ұлының немесе қызының кездейсоқ құшағы ғажайыптар жасалады. Денсаулық жағдайына қарамастан құшақтау қуаныштың ажырамас көзі болып табылады. Жазушы және спикер Уолтер Андерсон бірде: егер сіз жақын адамыңызға ашулансаңыз, оны құшақтаңыз. Бір қарағанда еске кіріп шықпас. Қалай ойлайсыз? Біреуге ашуланған кезде, сіз кейбір адамдар ішінен оны жамандап, әйтеуір алыс жүрсем бе деп, болмаса ол менің алыс жүрсең ғой деп, одан болмаса адамдар айналып өтеді. Оның кеңесі бойынша қайта құшақтау керек. Құдайдың ұсынысы бойынша біз біреумен жалдасып ұрысып қалсақ, күн батпай тұрып, онымен татуласуымыз керек. Сондай кеңес береді бізге кітап. Сонымен жаңа айта кеткенде, егер сіз жақын адамыңызға ашулансаңыз, оны құшақтаңыз. Және мұны сіз шын жүректен жасаңыз керек. Сіз оны құшақтағыңыз келмеуі мүмкін. Бұл құшақтаудың тағы бір себебі. Сізді жақсы көретін адамға ашулану өте қиын, және бұл құшақты түзетеді. Есіңізде болсын, егер арыстанның гүрілі сізге жағдайды түзетуге көмектеспесе, аюдың құшағын көріңіз. Дұрыс уақытта дұрыс сөздерді айту қабілеті бұл біреудің
күнін, тіпті біреудің өмірін жақсы жаққа өзгерте алатын сыйлық. Бірақ егер сіз не айтарыңызды білмесеңіз, жай ғана құшақтаңыз. Кейде бір құшақтау көптеген сөздерге қарағанда жақсы жұмыс істейді. Бұл енді рас достар, жай ғана айтылған сөз емес. Статистика бойынша да көптеген бұл жайлы ақпараттар бар. Сонымен енді біреумен қоштасқан кезде құшақтасамыз ғой. Балаларымызды мектепке, сабаққа шығарып салған кезде оларды құшақтап сүйеміз. Ата-аналарымызбен қоштасып бір екі күнге қоштасқан кезде міндетті түрде құшақтасамыз. Сол емес пе? Құшақ бұл сезім, бұл жақсы. Енді ойлап көріңіздерші. Оның бет әлпетінің өзі жақсылыққа әсер етеді, немесе зұлымдыққа. Егер ол мәсіхтің сүйіспеншілігіне толы болса, онда ол сыпайы, мейірімді, басқалармен жұмсақ болады. Сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен, ризашылықпен жасалған істер арқылы көршілермен байланысады. Сонымен бірге ол бақыт сыйлайды. Бұл оның Иса үшін өмір сүріп, күн сайын оның нұры мен тыныштығын қабылдап, аяғынан үйреніп жатқандығынан дәлелі болады. Ол иемізге сенің мейірімділігің мені ұлы етті деп айтуы мүмкін. Біз көп нәрсені мүмкін түсінбеуіміз мүмкін. Көп нәрседен таңғалуымыз мүмкін. Айналадағы нәрсенің бәрі ол айтқанда өмір және де елес. Бұл өмірде біз өмір сүрудің сүреміз де, бұл өмірде өмір сүре отырып, өмір сүре білуіміз керек. Көз алдымызда бізде көзілдірік бар негіз. Сіз музыкасыз көп нәрсені түсінбейсіз. Егерде музыка сөзсіз болса, оның мағынасын түсіну қиын. Сол секілді достар, егерде біз көптеген керемет ғимараттарды көріп, құлағымызға құлаққа қоқ қойып, керемет бір музыканы тыңдатып қойса, әуенді, біз бір керемет енді бақта жүргендей боламыз. Кереметтің кереметінде. Бірақ музыканы бөлек, қаланы бөлек алып салса, айналамызда не қалады? Тек қана шөл дала қалады. Сондықтан айналамызда негізі шөл дала. Үйлер, дүние, ақша, оның бәрі уақытша. Сондықтан бізге Құдай айтады. Дүниені бұл жерде емес, байлықты бұл жерде емес, байлықты көкте жинаңдар дейді. Көкте дегенде енді аспанда байлығында. Құдайдың алдында ақталам деп жақсы істің істеуі қажет жоқ. Біз қолымыздан келгенін істей аламыз, ол Құдайға дұға ету, оның сөзін оқу және оның сөзімен өмір сүру. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз құшақ жайлы. Егерде біреумен ұрыссаңыз, бірінші сіз кінәлі болмасаңыз да, бірінші барып ол адамнан кешірім сұраңыз. Ол адам онсыз. Кітапта керемет сөз бар. Сіз біреуден бар кешірім сұрасаңыз, оның басына ол төгілген шоқ сияқты болады. Сондықтан бірінші бастаған кезде қарым-қатынасыңыз өзі түзеліп, ертеңгісін бәрі жақсы болады. Неге болай? Өйткені ертең өкініп қалмау керек. Бүгін біз не болып жатқанын мүмкін білерміз, ал ертең не болатынын біз білмейміз. Ертең өкініп қалмау керек. Құдай сіздерге достар жар болсын. Әрдайым бақытты болуға тырысайық. Сіздің алдыңызда таңдау бар. Не дұрысты, не бұрысты таңдау. Не жақсы өмір, не жаман өмір. Не Құдаймен, не шайтанмен, ортасы жоқ. Қосымша ақпарат керек болса, біздің бейнежазбаның астында бар достар. Оқып, көріп, сұрақтарыңызды WhatsApp арқылы жазсаңыздар болады. Келесі жолға дейін сау, сәлеметті болыңыздар.